Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі сулы сочный манты жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде бір кесе мұздай суға тұзымызды саламыз да, тұзымыз ерігенше жақсылап қозғап аламыз. Осылайша қозғап алғаннан соң еленген ұнымыздың үстіне құйып иілеп аламыз. Барлығының грамын описанияға видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Өте керемет манты жасап көрсететін боламын мен сіздерге. Осылайша етіп жақсылап біркелкі қамыр қылып иілеп аламыз. Иілеп алған қамырымызды табақтан шығарамыз да, қолымыздың көмегімен тағы да жақсылап июын қандырамыз. Июі қанған қамыр өте керемет болып шығады. Осылайша жақсылап иілеп болғаннан соң табағымызға салып 10-15 минутқа демалдырып тындырып қоямыз. Менде салмасына мына жерде тартылған ет, сиырдың еті. Осының үстіне аз ғана 100 грамм орамжапырағымызды саламыз. Орамжапырақ өте керемет дәм береді. Егерде ұнатпасаңыз, салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Осылайша қолдың көмегімен майдалап турап аламыз. Міндетті түрде қолмен тураңыздар. Егерде блендерден өткізетін болсақ, ұсақ-ұсақ болады. Ал мына жерде 1 килограмм пиязымызды да осылайша қолымызбен кішкене қылып 4 бұрышты қылып турап аламыз. Барлығын қолдан турап аламыз. Өте керемет дәм береді. Қолдан туралған бәрібір дәмі басқаша болып тұрады. Дәмдеуіштермен де зіра, бұрыш, тұз барлығын салып, бірінші пиязды жақсылап езіп, умаждап осылай қолымыздың көмегімен жақсылап суы шыққанша езіп аламыз. Одан кейін барып етімізбен қосып араластырамыз. Менде аз ғана құйрық май бар еді, сол құйрық майды салып етіммен бірге ет тартқыштан тартып алған едім. Егерде еттеріңіз майсыз болса, сұйық май құйсаңыздар болады. 100 грамм суды да құямыз. Міндетті түрде су құйыңыздар. Өте әдемі дәм беріп, сочный болып шығады мантыларыңыз. Етімізді дайындап болғаннан соң жаңағы суала қылып қойған қамырымызды осылайша ортасынан бөлеміз да, ортасынан тағы бөлеміз. Осылайша 4 бөлікке бөліп ұзыншақ етіп аламыз. Мұнаусында осылайша ортасынан бөліп 4 бөлікке бөлеміз да, ұзыншақ етіп қолымыздың көмегімен созып аламыз. Осылайша жақсылап созып алғаннан соң әрқайсысын әр бөліктерге бөлеміз. Міне достар, барлығын осылайша кішкене зуала жасап аламыз. Зуалаларымыздың әрқайсысы 15 граммнан таразыға өлшеп аламыз. Мен барлығын 25-тен 15 граммнан өлшеп кішкене зуала қылып жасап алдым. Осылайша барлығын біртіндеп зуала қылып қойып шығамыз. Егерде зуала қылмасаңыздар, кескен қамырлардың үстін алақаныңызбен басып, оқтаумен жайып жіберсеңіз де болады. Ал маған осылай зуала жасаған ұнағандықтан осылайша біртіндеп барлығын зуала қылып жасап алдым. Міне енді барлығын бетін жауып қоямыз да, шетінен жая бастаймыз. Осылайша үстінен басып аламыз да, оқтаудың көмегімен барлығын жайып аламыз шетінен. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды осылайша бір қуантсаңыздар болады. Жайып алған қамырларымызды осылайша оның сылкып аламыз да, шетінен етті салып бүгіп шығамыз. Мен сіздерге бүгуінің әдісін көрсететін боламын. Бірінші осылайша бір ас қасық
Qasығымызбен толтырып, ішінде начинкасын salamыз da, шетінен осылайша өрме бөгіп, осылайша етіп бөгіп шығамыз. Bir қолымызбен ыстап қысып тұрамыз, бір қолымызбен осылайша ілдіріп көмек береміз. Екінші қолымызбен, саусақтарымызбен осылайша бөгеміз. Міне осылайша етіп бөгіп шығамыз. Сіздерге әдісі оңай көрінсін деп жай бөгіп көрсеттім сіздерге. Осылайша етіп барлығын өрме манты сияқты етіп осылай бөгіп шығасыз. Өте керемет болып шығады. Бұл да бір мантының бір түрі. Келген қонақтарыңызға ұялмай ұсынсаңыздар болады. Міне осылайша етіп барлығын бөгіп шығамыз. Осы граммен жасасаңыздар бір манты қазан болып шығады. Бұл манты қазанның мантысы орта семьяға тойымды болады. Екінші кезекте менікі екінші буы мантының түрі осылай қылып роза тәрізі етіп бүгіп аламыз. Барлығын осылайша етіп бүгіп аламыз. Мені достар, менің қамырым барлығы бүгіліп осылай болып шықты. Үстіне май жағамыз, жақсылап қайнап тұрған суымызға 35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мені менің мантыларым осындай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей сіздерге дәлелдеп көрсетсем де болады. Осылайша ортасынан бөлген кезде етіміздің суы шығып, сочный манты болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.